Қайда барасың? Египет. Тамақ көп болса осы таңдап жүресің. Өз қолыммен Каир қаласына жолға шығып бара жатырмын. Менің де бір басымды ашып қарайтын адам керек қой. 10 күннің 10 күнінде 10 түрлі видео жасауға тырысатын боламын. Бүгін Египеттегі 4-ші күнім. Ал осы бүгінгі күнде мықты өтеді деген ойладым. Кешегі күн деген өте белсенді, өте активны болды. Бүгін план бойынша теңіз, кешке тенниске барамыз тағы да. Ал осы қазіргі таңғы асты ішіп алғаннан кейін біздер серфингке барамыз. Ал қазір таңғы асты көрсетіп жіберейін. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me one. Ең көп жөнетін тамақ осы омлет. Неше түрлі жасайды, микс жасайды, осылардың барлығын қосып береді. Микс или басқа. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. Шарм қаласы қалай миллиондаған туристер келетін қалаға айналғанын білесіз бе? Осы шығарылымда сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Жалпы Шарм-эль-Шейх қаласы Синай түбегінде орналасқан. Көп жерінің бөлігі шөлді аймақ. Кезінде Шарм қаласы Афера деп аталған екен. Және туристік қала емес, балықшылардың қалашығы болған екен. Израиль мен Египет соғысында Египет жеңіліп, осы Синай түбегінен айырылады. Отарлау кезінде израильдіктер осы Афера деген қаланы порт қылып салады. Сол кезден бастап туристік, яғни демалуға ыңғайлы жер ретінде дами бастайды. Сөйтіп жайлап осы жерге туристер келе бастайды. Кезекте екі елдің соғысында египеттіктер Синайды өздеріне қайтарып алады. 1982 жылдан бастап атын Шарм-эль-Шейх деп өзгертіп, израильдіктер бастаған туристік бағытты одан әрі дамытады. Қазіргі уақытта осы туризм саласы Египет еліне Суэц каналынан соң екінші табыс көзі болып есептелінеді. Осындай табыс көзі болған соң Шарм-эль-Шейх қаласында әскери күзет өте көп. Себебін түсінген боларсыздар. Бір туристке бірдеңе болса, ол туристік құрылымға үлкен зиянын тигізеді. Турист, демалу, отельдер демекші, отельдер классына қарай және жұлдызына қарай бөлінеді. Сонымен қатар жағажайға жақын, алыстығы да бағасына әсер етеді. Біз тоқтаған осы Пик Альбатростың тармағы өте көп. Ол туралы алдағы шығарылымдарда айтатын боламын. Ал әзірге біз тоқтаған осы Пик Альбатрос Лагуна Вистаға тоқтайық. Бұл жерде 4 ресторан, 12 бассейн, керемет бізге ұнаған аквапаркі бар. Балаларға бөлек, үлкендерге бөлек
өз жағажайы да бар. Далада теннис алаңы мен серфинг бар. Көп отельден серфинг кездестірмейсіз ғой, сондықтан бұл үлкен плюс. Номерлері әдеттегідей бөлінеді: стандарт, делюкс, люкс, VIP және жеке үйлер деп. Біздерде басында 2 стандартты бөлме болатын. Сөйлесудің арқасында семейный үлкен осында 2 бөлмелі номерге ауыстырып алдық. Қазір мен сіздерге біз тоқтаған номерді көрсетем және қандай екен барлығын көрсетем. Осындай кілтпен кіреміз. Сіздерге 2 кілт береді. Біреуді всегда мына қыстырып қоясыздар, сонда токтың барлығы істеп тұрады. Кондер барлығы жұмыс жасап тұрады. Бірінші туалет ванна. Осындай шағындау кіріп келгенде. Бірақ нормально негізі. Просто бізде екіншісі үлкендеу, сосын мынау шағындау болып тұрған. Бірінші спальня. Зарядкасымен барлығымен полкілер, киімдердің барлығын тымда салдық. Мына ішінде, мына ішінде сейф бар. Сейфті өздеріңіз қандай цифры жазасыз, сол бойынша істеп қоюға болады. Сейф бар, ақша, документ дегендердің бәрін салып қойған. Кондер осы жерде айырасыз, қосасыз, өзіңіз білесіз. Мына жерде осылай салқындап тұрады. Ыстықтан ішке кіргенде салқын болып тұрады, керемет. Телевизор, футбол, бәрін қарауға, су всегда осылай толып тұрады. Диван бар, отырсаңыздар. Мына жерде терезе және мынау екінші комната. Екінші комната тоже осындай үлкен. Бұнда 2 кісілік бір тақты, ана жақта 3 кісі жатуға болады. Біздер мұнда 5 адам жатырмыз. Бұл жерде балкон. Балконды көрсетіп көрейін. Осындай вид. Сыртқа сушилка. Жерде отырып шай ішуге болады деген сияқты. Және мына жақта кондер, розетка, шнур барлығы бар. Кондерді осы жерден айырып қосып істеуге болады. Телевизор, көптеген каналдар бар, және мына жерде су салқындататын және дәрі бірдеңелеріңізді салып қоятын құттай мини бар. Розетканың барлығы жұмыс жасайды. Мына жерде тағы да шкаф бар. Екінші шкаф. Бұл жерде тоже киімдер салуға болады. Мына жақ үлкен туалет, ванна. Бұл енді айдапат, үлкен, керемет. Міне осындай рум-тур сіздерге. Осындай номеріңізді таза ұстасын десеңіз, сабын, орамал, төсегіңізді күнде таза ауыстырып тұрсын десеңіз, осындай тазалықшы адамдарға келген күні басында 10 немесе $5 беріп қойыңыз. Ол да мәз, номеріңіздің де жағдайы тәш. Әр отельдің осындай пантондары болады. Біреуде ұзын, біреуде қысқа. Оның барлығы суға түсетін жерінің қаншалықты алыста екеніне байланысты. Енді серфинг. Көп отельде серфинг жоқ. Бұл бізге керім болды. Құлап тұра алмай жатсақ та, бұрын көрмеген жаңа сезім болды. Өмірімде бірінші рет серфингті тұрайын деп жатырмын. Осылай бір-бірден кезектен кезек шақырып жатыр. Базар жоқ. Мына инструктор деген білгенін істеп жатыр ғой үшін. Басында құлау көп болғанмен, соңында жәймен үйрендім әйтеуір.
Осы 4-ші бөлімді көбіне тарихи мағлұматтарға арнаған себебім сіздер білсін деген ой менде. Отельдер осы Синай түбегінде, яғни Шарм-эль-Шейх қаласында қашан пайда бола бастады, кім ең бірінші бастады деген сұрақтарыңыз болса, осы видеода көріп, сол сұрақтарыңызға жауап алды деген ойдамын. Келесі шығарылымдарда кездескенше, алда әлі талай қызық бар.